Бес күнгі қарбаластан соң демалыс күндерін асыға күтетініміз рас. Алдын ала жоспар құрамыз, кіммен, қашан, қайда баратымызды ойластырамыз. Ал біз сіздің демалысыңыздың жайлы, көңілді әрі қызықты өткенін қалаймыз. Армысыз қымбатты көрермен, хабар арасында жаңа жоба мәдени бағдар. Біз әр апта сайын соңғы мәдени жаңалықтардан құлағдар етіп, жайлы демалысты ұйымдастырудың жолдарын ұсынамыз. Мәдени демалыс дегенде көз алдымызға театр, кино, концерт залы елестейді. Ал циркте соңғы рет қашан болдыңыз? Есіңізде жоқ па? Олай болса, дәл осы олқылықтың орын толтыратын сәт туып тұр. Өйткені Астанада талайды тамсандырған, таңғалдырған, аты аңызға айналған Мәскеудің Никулин циркі гастрольдік сапарда. Тарихы тым әрден басталған Юрий Никулин циркі тұңғыш рет елордаға ат басын бұрды. Ақ жолбарыстардың қойылымымен аты аңызға айналған ұжым ең таңдаулы нөмірлерін астаналық көрермен назарына ұсынып жатыр. Астана финальный город. Астана біздің үлкен турымыздағы соңғы аялдама. Оған дейін Қазақстанның бірнеше қаласында болдық. Әрине, үлкен қаланың талғампаз көрермендерін таңғалдыру оңай емес. Өйткені Астана мәдени шаралардың ошағы. Дегенмен тырысып жатырмыз. Біздің ұжым ең мықты кәсіби цирк мамандарының ұжымы. Көптеген фестивальдердің жеңімпаздары. Ақ жолбарыстар өте сирек кездесетін жануарлар. Әрине, ең ерекше нөмірде осы. Никулин циркінің тағы бір ерекшелігі жанрдың әр алуандығы. Бағдарламада акробаттар мен арқанмен серуендеушілердің трюктары, аэролистердің, үйретілген жануарлардың, көңілді сайқымазақтардың қайталанбас нөмірлері бар. Оңтайлы уақытты пайдаланып, өз ісінің нағыз шеберлерімен тілдесіп көрдік. Бірер сағаттан соң бағдарлама басталады, көрермен жиналып жатыр. Ал біз қазір грим бөлмесіндеміз. Мұнда Наталья ханым, белгілі клоунесса, дайындалып жатыр. Сәлеметсіз бе, Наталья? Здравствуйте. Көңіл күйіңіз қалай? Прекрасно. Ғажап, алғаш рет астаналық көрерменмен жүздесіп отырмын. Қазақстанға қош келдіңіз. Біздің көрермен сіздерді қалай қабылдап жатыр? Алған әсеріңіз қалай? Ой, потрясающе. Осымен екінші апта қатарынан өнер көрсетіп жатырмыз. Көрермендердің ықыласы ерекше. Это так классно всегда. Циркке келгеніңізге қанша уақыт болды? Я представитель династии. Менің цирк өнерінде жүргеніме 30 жылдан асты. Мен Маехерский цирк әулетінің 4-ші ұрпағымын. Аталарымыз, тіпті арғы ата-бабамыз цирк артистері. Ұрпақтан ұрпаққа жалғастырып келеміз. У вас есть какие? Наталья ханым, сахнаға шығуға дайындалып жатырсыз ғой. Сахнаға шығар алдында арнайы жасайтын рәсіміңіз бар ма? Да, вы знаете, я коверный, я клоунесса. Психологиялық дайындықты күні бұрын бастап кетемін. Мен сайқымазақ болған соң жақсы көңіл-күй сыйлау басты міндетім. Айналама қуаныш сыйлауым керек. Ол үшін өзімде жақсы эмоцияларға толы позитивте болуым маңызды. Прекрасно. Керемет, ендеше сіздің сахнаға шығар сәтіңізді бізде асыға күтеміз, сәттілік тілейміз. Цирк сиқырлы әлем, бүгін осы әлемді сахнаның сыртынан көріп мүмкіндігі туып тұр. Ендеше қазір көреміз. Вау! Бірер минуттан кейін бағдарлама басталады, ал зал көрерменге лық толы. Әлемнің әр тарапында көрсетілген ең үздік цирк номерлерін бүгін қазақ көрерменде тамашалау мүмкіндігіне ие. Мына ғажайып көріністен цирк өнеріне менің де қызығушылығым ояна бастағандай. Бір қарағанда көрерменге жай қызық көрінгенмен, осы қызықтың артында қандай еңбек жатқанын өз көзімізбен көрдік. Міне, әйгілі цирк ұжымының қойылымы басталып та кетті. Циркте ең қиыны жануарлармен жұптасып өнер көрсету. Белгілі жаттықтырушы Айдын Искрафиловты да әңгімеге тартып көрдік. Бір қызға ол да цирк артистерінің әулетінен шыққан екен. Рональд, он уже у меня не выступает на манеже. Бұл макака маймыла. Досым әрі аренадағы жұбым. Жасы 26-да.
2 жасынан бері менімен бірге. Қазір қартайды, сондықтан өнер көрсетпейді. Балалар қызықтау үшін алып жүреміз. Ал манежге басқа маймыл шығады. Астаналық көрерменнің ықыласы бізге қуаныш сыйлап жатыр. Жалпы цирк көрермендері көңілді, мінезі ашық, жақсы адамдар. Олардың энергетикасын сезінудің өзі ғажап. Бұл бізді тек шабыттандырады. Мен маймылдармен, иттермен, мына есектермен бірнеше нөмір көрсетемін. Өте қызық болады. Көріңіз. Әрбір өнер көрсеткен әртіс сахнадан көрерменнің қошеметіне бөленіп, арқасынан үлкен жүк түскендей күйде шығады екен. Себебі санаулы минутта олар бар күш қайратын жұмсайды. Сізде цирк артистерінің әулетінен шыққансыз ба? Циркте бөтен адам жоқ сияқты ғой. Ошибочных, но я попал случайно. Сізді таңғалдырайын. Бөгде адамдар да болады екен. Мәселен, мен циркке кездейсоқ келген адаммын. Әрине оқуын оқыдым, көп шынықтым. Цирк ол шеберлік. 5 минуттық қойылым үшін біз жылдап дайындаламыз. Мәселен, мен орындаған нөмір 7 жыл бойғы еңбектің жемісі. Әр орындаған сайын терге малынып шығамыз. Қанша күш жұмсаймыз. Мұның бәрі көрерменге деген құрметіміз. Цирк династиясын өзіміз құрып жатырмыз. Әйелім де цирк әртісі. Қыздарымыз да осы саланы таңдауы бек мүмкін. Ақ жолбарыстар шоуы Никулин циркінің ең таңдаулы нөмір екенін көпшілік жақсы біледі. Әлемнің ең үздік ареналарында көрерменнің қошеметіне бөленіп, цирк фестивалінің жұлдызына айналған ең ерекше қойылым. Оны Ресейдің еңбек сіңірген әртісі, цирк жұлдызы Сергей Нестеровтың өзі орындайды. Азулы жануармен сахнаға шығу үшін шеберліктен бөлек батыл жүрек керек пе деп ойлайсың. Ғажап, Никулин циркі көрерменге бір мезетте қуанышпен көтеріңкі көңіл күйде, таңданыспен үрей, қорқынышта сыйлай алады. Ендеше қапы қалмаңыздар, цирк ұжымы 7 сәуірге дейін сіздер үшін өнер көрсетеді. Цирктен спортқа ойса, өйткені спортпен айналысу жанға рахат сыйлайды, оның өзі бір демалыс. Ал мына қолымдағы шебелерден аңғарған боларсыздар, біздің бүгінгі шығарылым ұлттық дәстүріміз трендке айналған садақ ату өнеріне арналады. Трендте деміз бекер емес, елімізде садақ атуға қызығатын мерген жастардың қатары көбейген. Бүгінде дәстүрлі садақ ату спортымен кәсіби түрде айналысып жүргендердің қатары 2000-нан асады. Ұлттық құндылықты жаңғырту жолында өңірлерде арнайы орталықтарда ашылып жатыр. Мұндай орталықтардың саны қазір 15-ке жеткен. Ал біз Астанадағы Садақ академиясына келдік. Диас мырза, дәстүрлі садақ ату академиясына қазір қанша адам келіп шығып осы спорт түрімен тұрақты түрде айналысып жүргендердің саны? Жалпы енді біз қазір айтамыз ғой, бұл спорт болды ғой. Спорт болғаннан кейін тұрақты, кәсіби түрде 100-ге жоқ, осы Астананың ғана тек Астанада 100-150 спортшы бар. Жеке өз садағы, жеке өз оғы, жеке енді бір құралдар бар, спортшылар бар. Ал енді бұлай қызушылық танытып, енді алғашқы рет үйреніп келіп кеткен спортшылар тек биылғы жылда 2023 жыл дейікші, 2024 енді басталды ғой. 2023 жылы 8000-ға жуық адам келіп, айналысып, алғашқы рет садақ ұстап, осы керемет бір спорт түрімен танысты. Танысты. Әрі қарай жалғасып кете ме? Мысалы, келеді бір адам қызығушылық танытып, бір-біріне істейді, көреді деген сияқты. Иә, тура сол 8000 адам ішінен, енді біз қазір мақтанып отырмыз, 150-ге жуық шәкіртім бар деп. Сол ішінен шыққан, суырылып шыққан сұр мергендер қазірге таңда кәсіби түрде айналысып жүр. Садақтың түр-түрі ілініп тұр. Иә. Кім қалай таңдайды, әлде бұлардың айырмашылығы бар ма? Бізге түсіндіріп айтып берсеңіз, енді бізге ішіндерінен басқа білмейміз. Иә, енді бірінші көзге қарағанда көп кісілер мысалы келіп, мынау садақ ең күшті садақ деп ойлайды. Осының бір мен алайын, осыны атайын. Бірақ жалпы негізі бұл көбіне сыйлыққа және сувенирный садақ. Иә, әдемі. Келеді атуға, бірақ атқанда бір үлкен серпін береді, денем бәрі сілкіп жүреді. Иә, сілкіп жүреді және нысанаға дүп тимейді. Садақ ату жеңіл меңгеруге болатын ұлттық спорт түрі. Сондықтан жас талғамайды, үлкен физикалық дайындықты қажет етпейді. Ал денсаулыққа тигізер пайдасы шан теңіз. Нысананы дәлдеу үшін адам миында қаншама формула құрады, амал ойластырады, жоспарлайды. Мұның бәрі тұнып тұрған математика. Садақ ату өнер жайлы, федерацияның жұмыс жайлы естідік, білдік. Ал енді алғаш келген адам, мұнда неден бастайды, осыны көрсетіп берсеңіз? Иә, бірінші денеңізді барлығын оң жаққа бұрасыз, тек қана қолыңыз бұрылады, алға қарай созыңыз қолыңызды, сосын басыңыз ғана. Сосын бүйтіп тартқан кезде бүкіл барлығыңыз бір түзудің бойында, бір сызықтың бойында тартылып тұрғандай осылай түзу ұстайсыз денеңізді. Иә, бір деңгейде. Мына жерде қазір сізге оқ келеді, сол оқпен алған кезде, оқпен былай
оқпен алған кезде барлығыңыз бір түзудің бойында тұрыңыз. Көрдіңіз ғой? Дәл осылай қазір осыны қайталаңыз. Оқты алыңыз. Көрейік, қолдан келгенше көрсет. Әрине, ол біздің қанымызда бар, өзіңіз білесіз. Біздің мәдениетіміз бұл ұлттықтан қазір спорттық деңгейге өткен. Біздің ойынымыз ұлттық. Сәл қолыңыз жоғары ұстаңыз. Мына оқты қолдың үстіне жоқ, бармақпен атасыз. Бізде орта жалпы түркі халқы бармақпен атқан. Бірінші бас бармақ бар ғой. Сосын сол бармақты сыртынан сұқ саусақпен жалыңыз. Саусақ мына осылай. Бүкіл денеңізді бір деңгейге көтеріңіз. Жоқ, тартып көріңіз. 3 саусақты ашыңыз. 3 саусақ кереңіз. Тартыңыз, жіберіңіз. Керемет. Сіз қазір көріп отырсыз, сіз қазір маған алаңдап отырсыз. Сондықтан жалпы бұл бір зейінді бір орынға шоғырландыруды өте қажет ететін спорт түрі болып саналады. Егер сіздің жүрек қағысыңыз, сіздің ішкі әлеміңіз, ойыңыз сан жақта әлемді шарлап жүрсеңіз, яғни алдыңызда нысанаға бүкіл зейініңізді шоғырландырмасаңыз, сізде жақсы нәтиже болмайды негізінде. Яғни барлық ойды ана жақта есіктің ар жағында қалдыру керек. Қалдыру керексіз. Нысанаға келгенде тек қана қарсыласыңыз, бұл жерде сіз өзіңіз, ішкі дүниеңіз. Сондықтан бүкіл зейінді шоғырландырыңыз. Бізде көзілдірікпен келіп, көзілдірігін тастаған спортшыларымыз да бар жалпы. Сондықтан пайдасы өте зор. Сонымен қатар спортшы ретінде айналысатын болсаңыз, бұл спорт түрімен спорттық атақтар, сондай да бір нәтижелерге де қол жеткізуге болады. Жіберіңіз. Бұл жерге келіп жүрген қыздардың қатары өте көп екенін білеміз, жалпы жастардың қатары көп екенін білеміз. Осындай ұлттық спортқа ата-бабамыздан келе жатқан, әрине осындай үлкен қызығушылықтың бар екені қуантады. Садақ ату академиясына жазылу құны айына 20 000 теңге. Бос уақытыңызды тиімді өткізгіңіз келсе, міндетті түрде келіңіз, қабілетіңізді шыңдап, кәсіби спортшы атануыңызда ғажап емес. Қымбат көрермен, оймен бойды сергіттік, енді көңіл күйді көтерейік. Оған бізге шоколад көмектеседі. Қалай дейсіз ғой? Оны қазір көресіз. Астанада шоколадты музейдің ашылғаны 3-4 ай болған. Демек, бұл жер туралы көпшілік біле бермейді. Менің өзімді алғаш рет келіп тұрмын. Ендеше шоколад әлеміне саяхатымызды бірге жасайық. Сәлеметсіз бе, қалыңыз қалай? Қандай билеттер бар? Әртүрлі бағдарлама бар екен. Мұнда көрсетілгенде мен экранда жақынырақ танысаңыздар болады. Стандарт плюс және продвинутый профи деген түрлі бағдарламалар бар екен. Олардың бір-бірінен айырмашылығы мұнда мастер-класстар бар екен. Яғни шабытыңыз болса, шоколадпен кез келген дүниені жасауыңызға болады. Ал біз стандарт пакетін таңдаймыз. Шоколадты кім жақсы көреді? Әрине балалар. Сондықтан да келушілердің басым бөлігі балалар. Музейге кіре сала шоколадтың тарихын таныстыратын фильм тамашаладық. Одан соң ұйымдастырушылардың викториналы сұрақтарына жарыса жауап бердік. Кейін шоколадты фонтаннан дәм ұсынылды. Мұндай шоколадтан кім бас тартсын? Кезекке отырып өзімізге бұйырған дәмнен ауыстыдық. Ұнаған соншалық тағы да сұрадық. Киноны көрдік, шоколад туралы сұрақтарға жауап бердік, көп ақпарат алдық, дәм татты эксперимент жасадық. Ал енді ең маңызды бөлігіне келдік. Бұл үлкен музей залы, мұнда 35-ке жуық түрлі шоколадты жасаған эксперименттер, мүсіндер қойылған. Ал енді бұл туындылар жайында осы жобаның менеджерінен сұрап білсек, Әрине. Бұл туындылар қайда, қашан жасалған, кім жасаған? Қызық болып тұрмыз. Бұның бәрін біздің шоколадшы жасаған. Біздің шоколадшы деген енді бұрынғы кездерде біздің мұражай деген көшіп жұмыс істейтінді, бір қалада көпке қалмайтын. Сол кездерде әр қалада тоқтаған кезде енді экспонаттар жасалатын. Бірақ көбісі енді Гонконгтан жасалған кездері бар. Ең ерекше мүсін қайсы? Ең ерекшесі енді менің ойымша мысалы ол бүркіт бізде. Бүркіт, Неше келі шоколад мұнда? Бұл 20 килограмм шоколад салмағы. Өзі деген негізі скульптурирование жағынан жасалған. Мүсіндер жасалған. Мүсіндер түрімен кәдімгідей үлкен шоколадтан кесіп өз қолымен. Үлкен шоколадтан қашалық жасалған. Ағаш сияқты кәдімгі. Түсінікті пингвиндеріміз бар. Пингвиндер бізде ең танымал экспонаттар болады. Балаларға деген өте қызықты экспонаттар болып саналады. Оған қосар бізге деген бұяқта рояль бар, шоколадтан жасалған. Ол
Рояль деп жатырмыз ғой, көрейікші, міне қасына бара Ол деген салайықшы. өте салмақты экспонат болып саналады, 80 килоға дейін салмағы бар. Өзі былай айтқан кезде ақ шоколадтан жасалған бізге деген. Өздеріңіз көрсеңіз болады. Міне, рояль. Бір қарағанда ағашта жасалған сияқты. Шоколад бізде сенбес едік. Өзі салмағы негізі өзіне зиян келтіретін экспонат болып саналады кейбір жерінен. Өйткені деген өз салмағы үшін ақырындап түсе бастайды, құла бастауы мүмкін. Тасу қиын шығар, ары бері. Иә, сол үшін деген бұл экспонатты өте көп реставрацияға өткіземіз. Бұлай айтқан кезде. Күнде қанша адам келеді мұнда? Күніне деген енді әртүрлі, демалыс күндеріне деген 100-ге дейінді адам болуы мүмкін, кейде 50 де болып қалады. Экскурсиямыздың ең қызықты тұсына келіп жеттік. Мұнда келген әрбір келушіге осындай шоколадтың түр-түрін дәм татуға ұсынады. Бізде көрейік. Бельгиялық шоколад дейді, өте жоғары сапалы. Біздің күнделікті дүкендерден алып жүрген шоколадқа мүлде ұқсамайды. Бұл жоғары сапалы бельгиялық шоколад. Бірінші рет келіп тұрмын, әсерім өте тамаша. Шоколадтардан жасалған түрлі-түрісті мүсіндер, иттер, пингвиндер барлығы өте ұнады. Маған музей қатты ұнады. Әсіресе шоколадтан жасалған иттер, пианиналар, пингвиндар. Музей өте қатты ұнады. Пианино, шоколад ұнады. Ал шоколад әлеміне саяхатымыз осымен аяқталды. Мамандардың айтуынша шоколад адамның бойына қуаныш сыйлайды, себебі оны жегенде бойымызда эндорфин, яғни бақыт гормоны түзіледі екен. Біз өзімізге қажетті порциясын алдық. Ал енді өзіміздің көңіл күйімізді көтеріп қана қоймай, қала тұрғындарына да осындай ғажайып көңіл күй сыйлағымыз келеді. Ол үшін шоколад үлестіреміз. Бүгін 15 наурыз игі істер күні. Бізде қалыс қалмай осындай тәтті сыйлықтар арқылы қала тұрғындарын қуантпақпыз. Келесі кеттік. Осылай кішкентай ғана тәттімен бейтаныс адамға керемет көңіл күй сыйлауға болады. Ендеше қашанда бір-бірімізге жақсылық жасауға талпынайық. Ал алдағы демалыс күндеріңіз тек жағымды эмоцияларға толы болсын дей отыра, қысқаша афишаны назарларыңызға ұсынамыз. Біз берген кеңестер кәдеңізге жарасын. Эфирде қайта жүздескенше.